Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Айгерім. Сіздермен бүгін алма пирогының рецептімен бөлісемін. Бұл өте дәмді әрі ерекше дайындалатын пирог. Видео рецепті соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қамырымызды дайындау үшін бізге бөлме температурасында сары май және қант ұнтағы керек болады. Осы екеуін миксердің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып жатып, сары уызымызды салып жібереміз. Және де разрыхитель саламыз. Ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қамырымызды елейміз. Қамырдың кішкене бөлігін алып, морозильникке салып қоямыз. Ол бізге пирогтың бетін жабуға керек болады. Енді пирогтың меренгасын дайындаймыз. Ақ уызға шым тұз салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Аздап осылай бөліктермен қантты салып араластырып аламыз. Қою масса болғанша дейін миксермен араластырамыз. Және де өз массасын ыдысымызды төңкерген кезде ұстап тұру керек, ағып кетпеу керек. Қою болған массаның үстіне қант ұнтағын салып, астыдан жоғарыға қарай бір қалыпта араластырамыз. Меренгамыз басылып кетпес үшін. Крахмалды саламыз. Миндальный слайс саламыз. Сонымен меренгамыз дайын болды. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайып аламыз. Пирогтың салмасын дайындаймыз. Мен алдын ала үккіштен өткізіп алдым. Ішіне қант, ұн, крахмал және 1 чайный ложка лимон барлығын араластырып, формамызға енді жайғастырып аламыз. Пирогтың салмасын алдын ала дайындап қойып, бірақ соңында араластырғандарыңыз жөн, суы шығып кетпес үшін. Спатуланың көмегімен осылай салманы қамырдың үстіне бір тегіс қылып жайып шығамыз. Енді пирогтың бетіне меренганы жағамыз. Спатуланың көмегімен бір тегіс қылып жағып шығамыз. Меренгамызды бір тегіс жағып болған соң, морозильникте тұрған кішкене бөліктегі қамырымызды алып, пирогтың бетін осылай үккіштен өткізу арқылы жауып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Бетіне осындай қант ұнтағын себіп әрлесеңіздер болады. Және де жан-жақтарына миндальный слайс сепсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады, ерекше дайындау әдістерімен. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліңіздер.